өтіп жатыр. Поэтому времена года талқылаған дұрыс, я думаю. Лето, осень, зима, весна. А? Круто. Так, жаз, көктем. Подожди, жаз. Жаздым, не жазайын? Жаз, көктем, күз, қыс. Қыс. Знаешь, я вот вообще нормально же с тобой общались же. Чего сразу обзываться, там, грубости говорить друг другу? Қыс деп, а? Өзің қыс. Асеке, что, я неправильно говорю? Ну, вообще-то, Сема, Жакс говорит, это қыс, это зима. А, это зима. Так что жаз и қыс. Знаешь что, Жакс, если тебе так нужно, может быть, ты сам зима и сам вот эти мезгильдерда лето. Понял? Хорошо. А ты қыс. В общем, парни, оба зима. А біз бастаймыз. Семен жаз. Жакс қыс. Ұзын құлақ эфирде. Прямо сейчас на нашу сцену мы приглашаем в гости Қарапайым Қара Домалақ Қазақты, актер, шоумен, президент Африканского культурного центра Дэниэль Джеймс. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бабуенба. Батанда навеки. Иә, қазақша сөйлейді, таза сөйлейді, таза сөйлейді, менен жақсы сөйлейді. Дұрыс па? Иә, жаңа ғана үйреніп алдым. Керемет. Сенен любой адам дұрыс сөйлейді. Әсіресе сен, иә? Әсіресе мен. Толық аты Данлади Бвай Тегі Дэниэль Джеймс ұлы. Біреу оны Шымкентте дүниеге келді деп ойлаған шығар. Бірін Жетісайдың қара домалақ баласы дейтін шығар. Алайда Дэниэль нағыз алматылық. Ол әйелімен танысып, одан сабақ алды. Бірінші кездесуден кейін сөздік сатып алып, оқуға кірісті. Солай емес пе? Иә, и первое слово это было махаббат. Дэниэль актер. Ол ойнаған фильмдерге тоқтасақ, Келинка Сабина, Моя большая казахская семья, айтпақшы екінші бөлімі қаңтарда шығады. Дэни, вот смотри, маған жиі там, мысалы үшін ақ құлақ дейді, сары бала дейді. Саған осындай нәрселер дей ма, там мысалы үшін қара домалақ баласы, или там өзіміздің Шымкенттің жігіті. И сразу вопрос, как ты к этому относишься вообще? Ой, оңай қабылдаймын ғой. Өзіміз деймін, иә, ойымдамаңыз. Тері қара, афро-қазақпын. Олар, о, мәссаған деген ғой. Дэни, а вы соғым из жирафа, да, делаете? Конечно. Сэм, самая его вкусная часть это жая. Ең дәмді ғой. Базар жоқ. А вы что девчонкам говорите? Фигурасы зебра екен? Сэм, біз қыздарға говорим, қарағым-ай, фигураңыз антилопа екен. Маса! Серьезно? Такие шутки не задевают? Банан ұрсын, тимейді. Дэни, сен арманың бар ма, мақсатың бар ма? Егерде бар болса, мүмкін бір нәрсе айтасың ба? Иә, менде армандар көп екен. Оның бірі, менде Құдайға шүкір 3 балашағы біз әйелмен бірге өсіріп жатырмыз. Дұрыстап тәрбие беру, білім беру деген көтеру, ол біріншіден. Екіншіден, өнер жағынан әншімін, актермін, осы қасиеттер дамытып, біздің елімізге ғана емес, бүкіл әлемге шашып көңіл, ақ ниет деген тері қандай болмасын. Сондай ғой. Бізде Африкада дейді ғой, армансыз адам, джунглисіз бұлбұл. Қара шаңырағымыз мәңгі болсын. И сен мен ұрымды сұрашы. Ұрым кім? Сақ. Иә. Ру сақ. Оның ішінде кім? Оның ішінде матрешка. Ал оның ішінде? Тағы бір матрешка. Оның ішінде? Кішкентай матрешка. Ал оның ішінде? Құттай матрешка. Ал оның ішінде? Шыңғысхан. Мәссаған, туысқан екеніміз ғой. Руың кім? 4 қара. Жоқ, тоқта. Бізде айтады ғой, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп, а? Домбыра, әрине. Ну, дәлелде, бар ма?
әрине рұқсат болса домбыра шертейін сіздерге. Нағыз қазақ емес домбыра Құрманғазының күйі қандай орындаймын? Адай. Адай болса болады. Казак екен. Қазақ екен. Я. Солай? Әрине. Ты умеешь так на домбре играть? Да. А ты? Да. Так же, как и ты. Ну, доказывать никому ничего не надо, как бы мы, что нам врать, да? Да, действительно. Зачем нам это? Все нормально. Всё понятно. Все понятно. Так что, Дэнни, не выпендривайся. Очень нравится пиджак Дэнни, да? Напоминает курпешку моей Пашки. Кел жат, жүрегіме жат. Почувствуй любовь Апашки. Да слушайте, ну раз... Ты, кстати, на него похож, не Чемпионке напомню. Раз у нас пошла такая пьянка, ну не пьянка, Кумысянка. Да, кумысянка. Я предлагаю еще немножечко вайп вот этот поймать музыкальности. У меня есть конкурс для вас. Угадай мелодию. Сейчас у меня для вас есть одни штучки. Так, уста. Асеки, устанс, манекинс. Жакс, пожалуйста. Ой, Жакс, говорю. Давайте проверим. Смотри, как добиться, чтобы эта штука не упала, да? Что, смотри, вот так умеешь? Жакс, когда ты вот так делаешь, у меня вот так. Сразу. Ладно. Свисток самый длинный, да, мне дали? Да. Сема может 2 свистка выдать, в принципе. Не, ну а что мы здесь будем свистками мериться, что ли? Смотрите, конкурс называется «Угадай мелодию». Я зачитываю песню на казахском языке. Вам нужно узнать и угадать, что за песня зашифрована, мирового, любого масштаба. Бірінші әніміз, кеттік. Манаканың күні маған не үшін керек? Сен қасымда жоқ кезде. Пожалуйста. Очень легко. Так. Зачем мне солнце Монако? Абсолютно Дурус. дурус. Правильно. А, вот так будет, ничего себе. Подготовочка. Как вы радуетесь моей победе? Маған еш нәрсе керек емес. Тек қана қасымда жаланаш жүрсен болды ғой. И ничего мне в жизни не надо, лишь бы ты ходила голая рядом. Дәл таптыңыз. Үшінші әніміз. Сенің әдемі түрінен қарамастан маскүнем. Маскүнем дегенді аударсаңыз, сразу түсінесіз қай ән екенін. Так. Несмотря на пьяное, милая личка, алкоголичка. Правильно! Бір упай. Менде 0 пока что, да? Но я не играю. Букончики Знаешь, ты сейчас сам зачитаешь, сам победишь. Да, быстрее вас еще, да? Хорошо, жалғастырамыз. Келесі ән. Жіберіңдер мені бибилейтін алаңға. Мен мас болып кішкене білейінші. Айтыңыз. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. Правильно!
На этом конкурс заканчиваем. Машка. Примечательно, что все про алкоголь выигрываешь ты почему-то. Потому что он бухает по черным. Ой! Это вырежем, это вырежем. Или оставим. Мен жүрмін айналып. Подожди. Сүйгенді қайтаршы ұядағы дауыл. Жүрек нысанада сенің кейсілінің қоңырау күтем ғалам ортасынан. Сердце под прицелом твоего кисела. Жду я звонка из центра вселенной. Сердце под прицелом твоего кисела. Жду я звонка из центра вселенной. Все таланты свои показывают у нас. Все. Кім жеңді сонда? Кто победил? Кто у нас победитель? Кисел. Абсолютно верно. Кейсел у нас сегодня победитель! Біздің бағдарламамыз, оның мақсаты ең бастысы қазақша үйрену. Әрине, осы әңгімелесіп арқылы, кездесу арқылы біз қазақ тілі дамытып жатырмыз, меңгеріп жатыр. Ол өте маңызды мен ойлаймын да. Өйткені ата-бабаларымызды ежелгі заманнан бері осы көшпенділер ретінде осы орталық Азияда жүргенде қазақ тілде, түрк тілде сөйледі. Сол үшін баршаға оны жеткізу керек. Ол деген қызық қазақ тілі үйренуге. Егер мақсат болса. Аумин. Көп рахмет. Дәне, біздің саған сыйлығымыз бар. Ашсан болады. Су емес пе? Өйткені біз қонақ жай халықпыз. Мінекей, аш. Көреміз не бар бізде. Не бар сізде. Вау. Будешь пить все время и будешь наш человек. Құрметті достар, Даниэль Жаев!